Қайырлы күн. Мен Абай атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Тілеуқабылова Қуаныш. Тілеуқабыловна менің логика күніне қарастырған тақырыбым қосынды және еселік мәселелері деп аталады. Қосынды еселік мәселелері бұл математикалық тапсырмалар мен есептер. Олардың ішінде сандық қатынастар қосынды мен еселікке негізделген. Мұндай есептерде сандық өзгерістер бір нәрсенің қосындысы және еселігі арқылы көрінеді. Мысалы, қосындыға негізделген тапсырмалар еселік тапсырмалар болып бөлінеді. Бұл тапсырмалар әдетте теңдеулерді пайдалану арқылы шешіледі. Осылайша белгілі бір санды табу үшін қосынды не еселік қатынастарын пайдаланып есептерді шешуге болады. Бірінші тапсырмада 3 санның қосындысы 45-ке тең. Егер де бірінші санды 2-ге көбейтсек, екінші сан шығады. Ал егер екінші санға 10-ды қосса, үшінші сан шығады. Бірінші сан нешеге тең? Енді осы бірінші тапсырманың шешуіне келетін болсақ, шығарамыз деп айттық жаңа. Ол үшін бірінші шартын жазып аламыз. Яғни бірінші сан мұнда x-қа тең, ал екінші сан 2x-қа тең. Үшінші сан 2x және қосылған 10-ға тең. Осы өрнек арқылы енді біз теңдеуді шешетін боламыз. Яғни 2x қосылған 2x қосылған 10 тең 45-ке, 5x тең 35-ке, 5x тең 45-тен 10-ды аламыз, 5x тең 35-ке. Енді 35-ті 5-ке бөлгенде бізде 7. Яғни 7 дегеніміз бұл біздегі бірінші сан екен. Ал екінші сан бізде 14-ке тең, өйткені 7-ні 2-ге көбейтеміз, ал үшінші сан бізде 24-ке тең. Ол 14 пен 10-ның қосындысы. Сонда жауап бірінші сан 7-ге тең болады. Келесі тапсырма. Қорада барлығы 630 қой, сиыр және ешкі бар. Сиыр саны ешкі санынан 2 есеге, ал қой саны сиыр санынан 3 есеге көп. Сонда қорада неше қой, неше сиыр, неше ешкі бар? Енді бұл тапсырманың шешу жолына келетін болсақ, шартын жазып аламыз. Сиыр бұл жерде 2x, ешкі 2x, қой 2x көбейтілген 3 болады және барлығы 630. Мынандай теңдеу құрап аламыз. 2x қосылған x қосылған 6x тең 630-ға. 9x тең 630-ға. Яғни 630-ды 9-ға бөлсек 70 шығады. 70 бұл жерде ешкі саны. Ал 70-ті 2-ге көбейтеміз 140, бұл бізде сиыр саны. 70-ті 6-ға көбейтеміз 420, бұл қойдың саны. Сонымен жауабы қорада 420 қой, 140 сиыр және 70 ешкі бар. Үшінші тапсырма. Мадина 3500 теңгеге 1 килограмм алма, 1 килограмм банан, 1 килограмм жүзім сатып алды. Банан алмадан килограммына 2 есе қымбат, ал жүзім алмадан килограммына 700 теңгеге қымбат. Алма, банан, жүзім әрқайсының килограммы қаншадан? Бұл жерде біз жемістердің әрқайсының килограммы қаншадан екенін табатын боламыз. Шешуіне келсек, банан 2x, алма x, жүзім x қосылған 700. Барлығы 3500. Мынандай теңдеу құрастырып аламыз. 2x қосылған x қосылған 700 тең 3500-ге. Яғни 4x 2800, 2800-ді 4-ке бөлгенде бізде 700 шығады. Яғни алма 700-ді 2-ге көбейтіп аламыз. 1400 бұл бананның саны және 700-ге 700 қосамыз. 1400 бұл жүзімнің бағасы. Жауабы 1 килограмм алманың бағасы 700 теңге, 1 килограмм бананның бағасы 1400 теңге, 1 килограмм жүзімнің бағасы 1400 теңге болады. Төртінші тапсырма бойынша баласы 10 жаста, әкесі 46 жаста, неше жылдан кейін әкесі ұлынан 2 есе үлкен болады. Яғни еселік тапсырма. Еселікке берілген. Шешуіне келетін болсақ, баласы 10 жаста, әкесі 46 жаста, сұрағы жас үлкен деп аламыз. Енді мынандай теңдеу шығады. 2 көбейту 10 қосылған 2x тең 46 қосу 2-ге. 20 қосу 2x тең 46 қосылған 2x, 2x-тан 2x алам және 46-дан 20 алам, x тең 26-ға.
46-ға 26 қосқанда 72 болады, 10-ға 26 қосқанда 36, және 72-ні 36-ға бөлгенде 2. Енді жауабы қандай болады? 26 жылдан кейін әкесі ұлынан 2 есеге үлкен болады. 5-ші тапсырма бойынша. Жандос әкесі 36 жасқа келгенде туылған. Қазір оның жасы әкесінің жасынан 5 есе кіші. Жандостың әкесі қазір неше жаста? Шешуіне келетін болсақ, жандос x көбейтілген 5, әкесі 36 қосу x деп аламыз. Енді теңдеу, мынада теңдеу қарастырамыз. 5x қосылған 36 қосылған x, 5x-тен 5x-тан x табамыз, тең 36-ға, 4x-тен 36-ға. x-тен 9-ға, яғни 36-ны 4-ке бөлеміз. Бұл 9 жандостың жасы, ал 36-ға 9 қосқанда 45 әкесі. Демек, жандостың әкесі қазір 45 жаста екен. Келесі тапсырмада аулада жүрген сиыр, қой, жылқылардың жалпы саны 100-ге тең. Жылқылардың саны сиырлардың санынан 2 есе артық. Ал қойлар саны сиырлардың санынан 20-ға артық. Аулада неше жылқы бар? Бұл жерде жылқы. Енді бұл жерде жылқы 2x, сиыр x, қой x қосылған 20, барлығы 100. Мынандай теңдеу қарастырамыз. 2x қосылған x қосылған 2 қосылған 20 тең 100-ге. 4x-тен 100-ден 20-ны аламыз, яғни 4x-тен 80-ге. x-тен 80 бұл бізде сиырдың саны. 20-ны 2-ке көбейтеміз, 40 бұл жылқының саны, және 20-ға 20-ны қоссақ 40 бұл қойдың саны. Сонымен жауабы аулада 40 жылқы бар. Келесі тапсырма. Мөлдірай 2500 теңгеге 1 килограмм алма, 1 килограмм банан, 1 килограмм жүзім сатып алды. Банан алма килограммына